Баршаңызға сәлем. Бүгін біздер көпшілігіміз сүйіп ұнататын тауық етін пісіреміз, яғни KFC дайындаймыз. Осы рецептпен дайындасаңыздар, KFC өте дәмді әрі шырынды болып піседі. Видеоны қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер достар. Ал біз бастайық. 1 килограммдай алдын ала жуылып сорғытылған тауық аяқтарын маринадтаймыз. Дәміне қарай тұз, қара және қызыл бұрыш, горчица, хмели сунели, карри, қызыл паприка және сарымсақ пен соя тұздығын салып, бәрін араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, мариновкамызды дәл осы қалпында қалдырсақ та болады, немесе жарты литр салқын су құйып, тұз бен бұрышымыздың мөлшерін көбейтіп, бетін пищевой пленкамен жауып, 3-4 сағатқа немесе бір күнге тоңазытқышқа қоюға болады. Мен мариновканы дәл осы қалпында қалдырдым, су қосып араластырған жоқпын. Бір күннен соң маринадталған тауық аяқтарын алып, оны қуыруға дайындаймыз. Жұмыртқаға кішкене су қосып араластырамыз. Ал енді тауық аяғын алып, жақсылап ұнға саламыз. Содан соң жұмыртқаға батырамыз және кептірілген нанға орысша панировочный сухариге салып, аунатып, орташа отта қызып тұрған шемішке майға қуырамыз. Орташа отта 5-10 минут жақсылап қызарғанша қуырамыз. Осы 5-10 минут аралығында біздің KFC-леріміз толықтай піседі. Мінекей достар, өте оңай жасалатын KFC дайын болды. Сіздермен бірге болған асхана әлемі. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.